2017 жыл тәуелсіз Қазақстанға 25 жыл. Бұл тарихи тұрғыдан қас қағым сәт, ал мемлекет үшін ғасырға бергісіз кезең. Қаз тұрып қалыптасқан егемен елдің тірлігі тіктеліп, іргесі бекіп тұғыры биіктеді. Ширек ғасыр көп уақыт емес, бірақ шағын шаруамен үлкен мүмкіндіктер жол ашқан азаматтардың арқасында тындырымды талай істің жасалған анық. Елдің дамуына қомақты үлес қосқан сондай жандар көбінесе тасада қалып қояды. Бұл ретте Қазақстан Республикасының президенті былтыр сәуір айындағы болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында тәуелсіз ел тұлғаларының жетістіктерін паш ету үшін Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасын ұсынған еді. Міне осыдан бастап еліміздің түкпір-түкпірінде аталған жобаның іріктеу жұмыстары бірнеше кезең бойынша жүзеге асты. Еліміздің дамуына үлес қосқан нақты жетістігі бар үміткерлер 6 санатқа бөлінді. Арнайы іріктеумен дауыс берудің қорытындысы бойынша 2112 үміткерге ел.kz порталында жалпы халықтық онлайн дауыс беру жүргізілді. 2017 жылдың қыркүйек айында қолға алынған жоба 2 желтоқсанда мәресіне жетіп, 102 жеңімпаз анықталды. Байқауда топ жарғандар арасында спорттан 13, ғылымнан 18, мәдениеттен 10, медицинадан 18, бизнестен 13, қоғамдық саладан 30 адам Қазақстанның 100 жаңа есімі қатарын толықтырды. Алмат Қодаспаев, Алматы қалалық кардиология орталығының директоры, медицина ғылымдарының кандидаты, кардиохирург, медицина ғылымдарының кандидаты, РМА ассоциацияланған профессоры. Алматы қалалық кардиология орталығының директоры, Қазақстан Республикасының талантты жас ғалымдарына арналған мемлекеттік стипендияның лауреаты, кардиотракальды хирургтердің Европалық қауымдастығының мүшесі, 70-тен аса ғылыми еңбектің бір монографияның авторы, 7 предпатенті мен 1 өнертабыс патенті бар. Ішкіні жан дүниеңізде бір адамгершілік, адами қасиет болу керек, дәрігер болу үшін. Бұл өзіңіздің ісіңізге деген құрмет, сонымен сіздің алдыңызға келетін адам өзі мұқтаждықпен келеді. Жаны қиналып ауырған соң. Сен соны өзіңнің дәрігер деген атағыңа сүйеніп, соны пайдаланып кетпей, сол науқаспен бірге өзің соның жан дүниесін сезіне білсең, сол кезде жақсы дәрігер болып шығасың. Халық саулығы мемлекет байлығы. Сол себепті елден ерек шыққан жүздіктің ең әуліксі деп медицина саласының қызметкерін айтуға болады. Ақхалатты абзал жанның мойнына артылған жүк ауыр. Бұл ретте жоғары білікті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты кардиохирург Алмат Тұрысбекұлы басқаратын Алматы қалалық кардиологиялық орталығының қомақты үлесін айтпай кетуге болмас. Мұнда жылына 5000 астам науқастың жүрегіне әртүрлі ота жасалады. Енді бір жылда бір орталықта адамның жүрегіне 5000-ға жуық ота жасалатын болса, енді ол өте ірі орталықтар деп есептелінеді. Жаңа халықаралық стандарт бойынша. Ол 5000-ға жуық оталының мысалы 4700-і коронарография. Ал оның ішінде 1500-1700-не стенд қойылады. Соған қоса 600 адамның жүрегіне ашық операция жасалады. 200-ге жуық адамның жүрегіне аритмологиялық операциялар жасалады. Қалалық кардиолог орталығының міндеті жүрек қан тамыры ауруымен ауыратын науқастарға шұғыл әрі заманауи медициналық көмек көрсету. Бұл бағытта орталық Алматы қаласы бойынша бірінші орынға шықса, республикалық рейтингте екінші сатыға жайғасқан. Бұған қоса әлемнің 50 елінен 412 клиника қатысқан Ultimastер халықаралық регистрінде Алматы қалалық кардиолог орталығы науқастарды емдеудің саны бойынша екінші орынға орнықты. Былтырғы жылдан бастап біз стендтің бір ерекше түрлерін пайдалану арқылы біз өзіміздің орталықтың бүкіл европалық реестрге кірдік. Яғни біздің орталықта болып жатқан тәжірибенің бәрі европалық автоматты түрде Европаның есебіне қосылады да, соның біздің орталықтың нәтижелері мысалы Европамен күрделі орталықтармен қоса аталатын болады. Мысалы, бұндай тәжірибелер, бұндай іс-шаралар мысалы Италиядағы, Англиядағы бірнеше кардиологиялық орталықтарда жүргізілді дейтін болса, ол соның ішінде Алматыдағы кардиологиялық орталықтың есімі бірге аталады. Диас Тастанбеков, жас ғалым химик.
Ұлыбританияның Шеффилд университетінде жоғары технологиялар полимерлері мамандығы бойынша магистратурада білім алған. Назарбаев университетінде кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеген кезінен бері бірнеше жобамен айналысқан. Сөйлейтін қоқыс жәшігі, бейне ашық хаттар, тапсырыс бойынша 3D басып шығару, аэропоника. Бұған қоса тағы бір ірі жоба остеосинтез үшін табиғи ыдырағыш имплантанттарды дайындауды қолға алған. Қазақстанда аэропоникамен айналысатын әзірше біз ғанамыз. Гидропоникамен айналысатындар көп, және оның саны қуанышқа орай көбейіп жатыр. Туған жерінде мерейлесімен танылған азаматтардың ішінде сан түрлі мамандық иелері бар. 100 жаңа есімге енгендердің бір шоғыры ғылым білімін сергетіп, жаһандық жаңалық ашқан. Әсіресе тмд аумағында инновация салынатын бірегей жоба ел экономикасына қомақты үлес қоспақ. Әлемдік тәжірибеде бір ғасыр бұрын пайда болған өсімдікті аэропоника әдісімен өсіруді қолға алған. Ал бұл технологияның еліміз үшін қай тұрғыдан алып қарасақ та маңызы өте зор. Бұл тәсілді қолдана тұрған кезде сіз қоректі құнарлы заттар суда ертіп, тамырларға тікелей аэрозоль арқылы бересіз. Аэрозоль, яғни не ол? Аэрозоль ол майда су тамшылары. Сонда су тамшылары арқылы қоректі құнарлы заттар тура өсімдіктің тамырына жетеді. Сонда ешқандай топырақты қажет қылмайды. Қазақстанда бұрын мұндай технология ғылыми мақсатта қолға алынып, сынақтан өткізілген. Отандық тәжірибеде бар тәсіл. Бұл жердегі жаңалық электроника, биология, дизайн жағынан, яғни микросхемаларды, бағдарламалар кодтарды диастың ұжымы өздері жасаған. Әрі оны зертханада жіті тексеріп, өсімдіктің экожүйесін әбден сынаған екен. Қазір топырақсыз технология 4 бағыт бойынша дамып отыр. Бірінші бағыт ол өзіміздің жеке жылыжайымыз. Екінші бағыт ол осындай курстар. Сонда кез келген осыған қызыққан адам біздің курсын өтіп, топырақсыз технология туралы хабарын алады, білім алады. Үшіншісі ол үйде қоятын, мынау сияқты үйде қоятын қондырғы, соны жасаймыз. Төртінші бағыт өте маңызды деп санаймын. Ол біз мектептерде биология класстарына осындай топырақсыз технологиямен қамтамасыз етеміз. Аэропониканың ең басты ерекшелігі суды кемінде 10 есе үнемдеп, өскінде вертикалды өсіру арқылы аз жерден мол өнім алу. Әр өсімдіктің түріне қарай кейбірі 2 есе жылдам піседі. Бұған қоса топырақ болмағасын зиянкестер де болмайды, пестицид қолданылмайды. Толықтай экологиялық таза өнім. Биожобаның тағы бір артықшылығы адами фактор азайғасын өнімді нарық бағасынан да төмендетуге болады. Ғылыми жұмыс емес болғаннан кейін біз оның жаңағы қаржы жағын қараймыз. Сонда қандай өсімдік өсіру тиімді, яғни оның бағасы жоғары, қандай өсімдік тез өседі, соған қарап базилик пен рукколаны өсіреміз деп шешім қабылдадық. Сымбат Әбдірахманова, аудармашы психолог, мультипликатор, 1988 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. Ешқандай артық шығынсыз тілінде мүкістігі бар балаларға арналған қазақ тіліндегі дамытушы мультфильмдер құрастырған жас маман, аудармашы психолог. Еңбектенсе, ол еңбек қайтады екен. 2 жылдан кейін болсын, 5 жылдан кейін болсын, мен енді осы мультфильмдердің арқасында 2017 жылы Қазақстанның 100 жаңа есім жобасын жеңімпаз атанып отырмын. Сонда мен еңбегім, сол кездегі жасаған еңбегім 3 жылдан кейін қайтқан. Алтын кездік қап түбін жатпайды. Мультипликатор, аудармашы психолог Сымбат Әбдірахманова балалық балшақта елге пайдам тиіп, сұхбат берсем ғой деп армандаған екен. Арман алдамаған. 2014 жылы тұңғыш рет қазақ тілінде мүмкіндігі шектеулі балалардың ой-өрісін дамытуға арналған мультфильм шығарған кезде аниматор еңбек ақталады деп ойламаған. Қазақ тіліндегі оқулықтың аздығына қынжылған ол алғаш рет танымдық сұрақ жауапқа негізделген мультфильм жасап шығарған. Тіл мүкістігі бар балаларға апарып көрсеткен болатынмын оңалту орталығында. Балалардың қабылдау жақсы болды. Өйткені кейіпкер тапсырманы беріп отырады, апай емес, жай тапсырма емес. Маған көмектесесіңдер ме, осылай көмектессеңдер, мен осыдан өтіп кетерем кедергілерден деген сияқты тапсырманы берілді. Балалар соған көмектесу үшін жасап отырды тапсырмаларды. Үнемі шығармашылық ізденісте жүретін Сымбат Нұртазақызы бүгінде 10 мультфильмнің авторы. Анимациялық туындылардың бәрі дамытушы, үйретуші танымдық сипатта. Жас өренің танымын кеңейтіп, сөздік қорын көбейтуге арналған дыбыстарды машықтандыру, көңілді түстер сынды әдістемелік құралдар да кең қолданыста. Соңғы рет Қызылордаға арналған тарихи танымдық
сиқырлы кілт және қауіпсіздік ережелерін түсіндіретін «Отпен ойнама балақай» атты мультфильмді көпшілікке ұсынған. Мультфильм жалпы үлкен жауапкершілік талап етеді. Өйткені ол жай үлкен ересек адамға емес, балаға арналғаннан кейін оны дыбыстайтын адамда біріншіден осы жерде кейіпкер мен дыбыстайтын адамның арасындағы эмоция бірдей болу керек. Олай болмаған жағдайда ол балаға жетпейді. Эмоция басқа болып тұрып, жаңағы адамның беріп тұрған дауысы басқа болып тұрса, ол жетпейді балаға. Бұл біріншіден айтсақ, екіншіден ол анық сөйлеу керек. Әрбір дыбысты анық айта алу керек балаға. Саңғырлы Сымбат анимациямен бірге аудармашы әрі психолог ретінде танымал. Айтуынша, жетістікке жету үшін психологияның рөлі зор. Әсіресе жасөспірім жастағы оқушыларға дәл осы бағытта тренинг өткізу маңызды. Бір тренингтен өзгеру қиын. Ең бастысы уақытты бағала, өзіңді жан-жақты дамыт. Аниматор осылай ой түйеді. Ал жан-жақтылық жаңа заман талабы. Қазір бәсекеге қабілетті болу керек адам. Бәсекенің заманы. Сен жан-жақты болсаң ғана бәсекеге қабілетті бола аласың. Мысалы, мен ағылшын білем, мен компьютер жөндеу білем, мен мультфильм жасау білем, мен парсы тілін білем, аудармашымын, психологпын деген сияқты. Арман Тосқанбаев Отан брендімен бірінші қазақстандық сағат компаниясының негізін салушы. 1991 жылы Қарағанды қаласында туған жас кәсіпкер. Отан брендімен бірінші қазақстандық сағат компаниясымен жаңа жасыл технологиялар компаниясының негізін қалаушы. Қазір 6 бизнесі бар. Жас кәсіпкерлер қауымдастығының жетекшісі. Қарағанды облысы әкімінің штаттан тыс кеңесшісі. Бизнесін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге арналған «Идеядан бизнеске дейін» атты кітаптың авторы. Қазақстан Республикасының президентке қол сағаты сыйға тартқан жас кәсіпкер Арман Тосқанбаев Отан брендімен бірінші қазақстандық сағат компаниясының негізін салған. Бизнесте 10 жылдан астам тәжірибесі бар ол, қазір 6 түрлі сағат шығарады. Ең алғашқысы Отан сағаты. Бірегей бұл идея ел тәуелсіздігінің 25 жылды қарсаңында туындаған екен. Интернетті аралап жүріп, швейцариялық Луис Мойнет деген компания Қазақстанға арнап бір дана алтын сағат шығарыпты елтаңбамен. Оның бағасы 250 мың евро болады. Сонда мынандай ой келеді. Неге швейцариялық компания бір данада осындай қымбат сағат жасайды? Ал қалған адамдар, бұл жерде орташа табысы бар адам, жоғары табысы болсын, енді 250 мың евро әрқайсысы ондай сағат ала бермейді. Сонда идея келді, неге осындай сағат жасамасқа деген сияқты. Міне осылайша 2015 жылдың желтоқсан айында шығарылған алғашқы 100 қазақстандық қол сағат лезде сатылып кеткен. Бір қызығы, ерекше ойлау мен тапқырлық таба білу қасиетінің арқасында бүгінде миллиондаған айналымы бар компанияны жоқ жерден көтерген. Маған өзіме ұнайды, өзім бизнесімді өзім нөлден бастағаны. Сол сияқты Отан сағат компаниясы ол нөлден басталған бизнес. Айбек Есенов деген әріптесім екеуміз және де өзіміздің қарағандылық жаңағы достарымызбен, әріптестерімізбен бірге осы сағаттардың бірінші үлгілерін сата бастадық. Адамдарға жаңағы суретін үлгісін көрсетеміз, дизайн айтамыз. Осындай сағат алғыңыз келе ме? Қазір бағасы 99 мың, бірақ шыққаннан кейін бағасы 165 мың, 150 мың болады деп айтатынбыз. Солай бірінші 40 мың долларымызды жаңағы предзаказ дейді, алдын ала сатылым арқылы ақшамызды жинаймыз да, желтоқсан айында сол арқылы бірінші Отан патриот сағаттарымызды жасап шығарамыз. Қазір Арманның 6 кәсібі бар. Алғашқы бизнесін мектеп қабырғасында компьютер жөндеуден бастаған. Алғашқы миллионында орта білім ордасында тапқан. 2014 жыл жас кәсіпкер бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 3 миллион теңге грант ұтып, гидропондық қондырғы өндірісі жобасын қолға алған. Гидропоника тәсілімен жыл бойы жасыл шөпті топырақсыз өсіріп, пайдалы элементтерге бай мал азығы алынады. Соның арқасында қыста да етті 10%-ға, сүтті 15%-ға арттыруға болады. Ал бұл қондырғы 7 күннің ішінде 1 килограмм жаңағы бидайдан 7 килограмм жасыл шөп жасап шығарады. Тек қана судың арқасында. Сол қондырғыларды шығара бастадық, және де өте көп жаңағы ауыл шаруалары қызығушылық тудырып, осыны сатып ала бастайды. 2 жылдың ішінде біз тек қана Қазақстан бойынша емес, шет елдерге жаңағы Ресей, Украина, Армения сияқты Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттеріне осыны экспортқа шығара бастаймыз. 100 жаңа есім иегері әлем елдеріне бизнес саяхатын ұнатады. Әрі велосипедпен жүргенді қош көреді екен. Кәсіпкерлікті дамыту үшін Қазақстан жас кәсіпкерлер қауымдастығын ашқан. Тәжірибесімен бөлісу үшін кітапта жазған.
Құралбай Орынбасар самбодан Азия және Европа чемпионы. 1976 жылы Шымкент қаласында туған. Самбо мен қазақ күресінен Азия және Европа чемпионы. Дзюдо спортынан Рио-де-Жанейродағы Паралимпиадаға қатысқан ардагер балуан. Самбодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Дзюдоның қазақ күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Сондай шәкірттер тәрбиелегенім үшін 2016 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы деген атақ иелендім. Ол да мен үшін үлкен жаттықтырушының бір арманы, мақсаты. Есімі елден ерек үздік жүздіктің ішінде тағдырға мойымай, бойына біткен дарынын ұштаған дара тұлғалар да бар. Шымкенттің тумасы Құралбай Орынбасардың спортқа деген құлшынысы ешқашан кеміген емес. Тарғыл тірлік кешсе де, тірескенің тізесін дірілеткен табанды тарланбоздың жігері еш жасымаған. Бір күні мектептен келеді, кешігіп келеді, ай қайда жүрсің? Допқа барып келдім, олай барып келдім, күреске барып келдім. Ой балам, сен ана көзіңнен ауыртып қаларсың. Сен допқа ойынға қой, сен қорқамыз біз деп сөйтіп жүрдік. Сөйтіп жүрсек те әйтеуір өсті бала, кейде қамығып жылап қалады. Балдармен айтпайды ғой маған көбінесе. Сонда мен отырып айтам, балам, сен ертең өсесің, үлкейесің. Сонда бір қол, бірдеңкесі жоқ, сондай кемтар адамдарды көресің, сөйтіп жүріп үйренесің, бәріне көзің үйренгесің. Неше түрлі қалаларға баларсың деп баламның көңіліне аулап, жуатып, сөйтіп жүрдім. Ізденген жетер мұратқа, табыстың кілті табандылықта деп танитын жас өрен 2 күннің бірінде спорт залдан табылды. Қайтпас қайсар мінез Құралбайға бала кезден дарыса керек. Содан болар балуан қазақ күресі, самбо, дзюдо сынды күрестің бірнеше түрін еркін меңгерген. Қанымызға жақын қазақ күресі, одан кейінгі кеше Кеңес өкіметінің кезінде самбо күресі қарқынды дамыды. Самбо күресімен айланыстық, ауылда қазақ күресімен айланысқанбыз. Қалаға келіп самбо көрдік. Енді қазірде олимпиадалық түрі дейді, дзюдо. Енді сәл жаңағы ережелері сәл бір-біріне ұқсайды. Оның үстіндегі киім, самбовка дейді, дзюдоки дейді, киіммен киіп күрескеннен кейін онша қиындығы жоқ. Азияны 3 рет бағындырған қазақ күресінен Еуропа және Азия чемпионы атанған ардагер балуан бүгінде белдесудің барлық түрінен спорт шебері. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Міне, болашағынан зор үміт күттірген осындай тума талантты кезінде өзінің бапкері жазбай таныған. Орынбасар Құралбайдың сондай бір таланты бар екендігін әрине сол ауылында жүріп көрген болатынбыз. Сол жерде жүріп, оның өзі сол кезде облыстың және де республикалық біріншіліктің жаңағы жарыстарында жеңімпаз атанып жүрген болатын. Міне сондай жетістігі бір жағы барлығы, бір жағы таланттың барлығынан біз оны осы қалаға тартып, әрине содан кейін біз осы жерге өзіміздің жаңағы үлкен осы жерде оқу орны болды. Осы сол Мұхтар Әуезов атындағы осы Қазақстан мемлекеттік университеті, осы университетке біз ол азаматтықты біз жаңағы оқуға түсірдік. Бозгілемде талайдың шаң қаққан балуанның азаматтық өз алдына бір төбе. Тура өзінің бапкері сияқты ауылдан шыққан талантты тап басып таныған. Шәкірті Гаухарды бауырына басып үйіне тұрғызды. Спортшы қыз үмітін ақтады. 11 жасымда ауылда, яғни Отырар ауданы Көксарай ауылында спорт үйірмесі ашылатын болатын, осы күрес, дзюдо күресінен. Сол кезде Пердебек Нұржан деген ағайымыз болатын. Соның үйірмесіне барып, 1 жылдай қатысып, 1 жылдан кейін облыс чемпионы атанған болатынмын. Сол мектепте жүріп, 9 классыма дейін 4 жыл спортпен айналыстым. Сосын 9 класстан кейін осы Шымкент қаласына колледжге оқуға түскен болатынмын. Сол кезден бастап осы Құралбай Орынбасар ағамның, тренерімнің қолына жаттығу жасадым. Тәрбиеші әкенің тағылымы олар кіндігінен тараған 4 ұлда спортқа жақын. Бірақ Асқар Таудай әке ұрпағын спортқа емес, өнер білімге баулығысы келген. Қызығы сол, жалғыз қызының да белдесуге бейім бар екен. Әрине бұған анасы екі бастан қарсы болған. Балдарым да әкелеріне қарап, олар да күреске әкесі өзі күрестірмеймін десе де, барлығы күреске, спортқа бейім болды. Оларға еліктеп, енді қызым да солардың істеген іс-әрекеттерін қайталайды. Әрине приемдарды білет, ағалары үйретіп те отырады. Мен өзім қарсы болсам да, қыз бала күреспейді десем де, бәрібір ағалар бар, әкелер бар, соларға еліктеп кетеді. Жастайынан маңдай терінің қадірін біліп өскен спорт шебері бұл қасиетін балаларына да дарыта білді. Әке жолын қуған ұлдарын спорттан қанша шеттеткісі келсе де,
олардың ширақ қимылы әкенің көңілін тоғайтқан екен. Міне, Алланың әмірімен дөңгелек жер айналып, күн батып, таң атып тұрғанда ұрпақтар жалғастық үзілмек емес. Атадан балаға жалғаса бермек. Әзірге төртеуі де жаттығуда, күресуде, көңілім толады олардың да күресін. Кейде сол спортын тоқтатқым келмей қалады көңілім толған кезде. Енді әлі жас көреміз, алда болашақтың еншісінде, бірақ енді Құда қаласа менен кейінгі орынбасарлықтарды жалғастыратын бір спортшы шығады. Қайрат Молдасейітов, кәсіпкер меценат. 1967 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданында дүниеге келген. Түркістанда өз қаражаты есебінен 100 баланы қабылдайтын психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті мен мүгедектерге арналған 16 пәтерлі тұрғын үй салған. Шымкент қаласында СПИД індетін жұқтырған балаларға арнап ақпараттық оңалту орталығын салып берген. Туған ауылы Қаракемерде мешітін салдырды. Мәдениет үйі мен аурухананы жөндетіп, спорт кешенін тұрғызған. Шымкентте 110 орындық арнаулы коррекциялық қос бөбекжай балабақша салған. Қайрат Құсейінұлы осындай мәдени және гуманитарлық саласында қайырымдылық және демеушілік қызмет үшін Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасы мен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл мерекелік медалімен марапатталған. Қордай ауданы мен Түркістан қаласының құрметті азаматы атағын алған. Көбінесе біз енді сол мүгедек жандарға көмектесеміз. Мен айтам, қолы бүтін 12 мүшесі түгел адамға көмектесу, ол Алланың өзі көмектескен деп ойлаймын. 100 жаңа есім. Туған еліне титтей де болса пайдасын тигізуді мақсат еткен жандар. Бұл зарыққанға жебе, тарыққанға деме болған. Адамгершілігі мен іскерлігі өзектесе өрілген тұлғалар. Іскер кәсіпкер Қайрат Молдасейітов Түркістан мен Шымкент қаласының әкім болған кезде де қамқорлық қасиетінен танбаған. Талай әлеуметтік нысан салған меценаттың демеушілігімен алдағы уақытта тағы бір орта білім ордасы бой көтермек. Қазір енді білесіздер, Шымкентте балабақшаның мектептің жетпеуі өте тығыз байқалып тұр өте. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сосын біз айттым, біз көптеген үйлер саламыз. Былай айтқанда селый мөлтек аудандар саламыз. Жерге кейде акиматта енді мектеп салып, балабақша салып үлгермейді. Соны бір қазір шешімін тауып, жерге бір мектеп, балабақша салып, соның арқылы сол нені кәсіпті игеріп, ол жақта да бір жақсы елдің аузына жүретінде бір мектеп салсақ па деген ойым бар. Талай қызметтің тұтқасын ұстаған меценат даналығымен һәм даралығымен екшеленді. Шымкенттің тізгіні қолына тигенде СПИД індетін жұқтырған балаларға арнап ақпараттық оңалту орталығын тұрғызды. Түрлі спорттық сайыстар мен мәдени іс-шаралардың тұрақты демеушісі атанған кәсіпкер туған өлкесіне зәулім спорт кешенді салып берген. Ауылда енді көбісін жағдай жоқ, дұрыс ғана спортсмен болып, жақсы спорт, жақсы дәреже көрсетсе, ол айтқанда өсуіне, өркендеуіне тез себеп береді. Соңын ауылда айтқанда салауатты салт өмірін насихаттау мәселесі де ол да тұр. Ол жерде күрес, бокс, соңын би, сондай бәрі үшеуі бірге өтеді. Бұл жерде қазірдің арасында бір 250-300 бала жерде айналысады. Қолашықтың жолашық деген әркез ай оңынан туған меценат туған жеріне туын тіккен. 110 орындық арнаулы коррекциялық қос бөбекжай балабақша биыл мамыр айында пайдалануға берілген. Психикалық даму шектеулі балаларға арналған балабақша 50 орынға есептелген. Су жаңа нысан 1 жылдың ішінде салынды. Өздеріңіз көріп отырғандай балабақшаның іші жылы, жаңа дефектолог мамандарға арналған арнайы бөлмелер бар, жаңа технологиямен жұмыс жасалып жатыр. Осыған дейін біз 30 жылы салынған Шымкент қаласындағы ескі ғимаратта отырдық. 30 балаға қуатталған еді. Өкінішке орай осындай балалардың диагноздармен осындай балалар жылдан жылға көбеюде. Ал мына балабақша тірек қимыл функциялары бұзылған балаларға арналған. 60 орындық заманауи үлгідегі әлеуметтік нысанда сал ауруынан зардап шеккен бүлдіршіндерге барлық жағдай жасалған. Әрбір ем түріне жеке-жеке бөлме қарастырылған. Бұл өскелең ұрпаққа өнеге болған бірегей жанның көрсеткен шарапатының бір парасы ғана. Барлығы сондай балаларға ыңғайлы, осындай ерекше өзінің мүмкіндік шектеулі балаларға арнап барлық бөлмелерге жылы, жазда өзіне салқын, барлық территориясында ойнайтын жерлеріне дейін площадкалардың бәрі жақсы, өзінің алаңдарын жаңағы стандарт үлгіде бәрі жақсы салынған. Кәсіпкер меценат басқаратын кәсіпорынның Қазақстандық үлесті көбейтудегі еңбегі зор. Құрылыс зауытындағы материалдардың 70-80% қазір отандық өнім. Әрі бұл ішкі нарықпен бірге
шетелге де экспортталып жатыр. Қазірдің өзінде Қазақстан емес, Қырғызстан, Тәжікстанға сатып жатырмыз оны. Айтқанда Қазақстан нарығына, бұрын Қазақстан нарығына ол тек қана Қытайдан, Түркиядан келетін, қазір ол тоқтады, ешқайдан келмейді ол материал. Қазір Қазақстанның өзін қамтып жатыр. Сол сияқты құбыр шығаратын компанияны да қойғанбыз, тоже немецкий. Айтқанда бәрі қазіргі кезде толық айтқанда қанды жұмыс істеп жатыр. Ұлы істер ұмытылмайды. 100 жаңа есім елдің көңіл көгінде, жүректерінде мәңгілік мәулейді. Рухани жаңғыру жобасының аясында жүзеге асқан бұл игі шара ана сүтін ақтаған, тектілігін сақтаған қазақ деген ұлы ұлттан ұлы тұлғалар туатынына айқын дәлел. Ең бастысы даралығы мен даналығы арқылы есім сой елге танылған тұлғалар өскелең ұрпаққа өнеге болып, жігеріне жілікті ой салуы тиіс. Сонда ғана халықтың санасы жаңғырады, ұлттық рух мәңгі асқақтайды.